Осы медитация сізге өмірдің жақсылықтары мен сыйларын қабылдауды және айналаңыздағы молшылық пен махаббатты қабылдауды үйретеді. Жақсы нәтиже алу үшін оны 30 күн бойы тыңдауды ұсынамын. Медитацияны тыңдаудың алдында тыныш жерге жайғасып, телефоныңызды дыбыссыз режимге қойыңыз. Көзіңізді жұмған сәтте назарыңыз өзіңіздің ішкі күйіңізге аударылады. Бұл медитация өзіңізге арналған сапалы уақытыңыз. Бұл уақыт өз-өзіңмен болып, өзіңді тыңдау үшін, жай ғана өзіңді сүю үшін. Ол үшін қатты күш жұмсаудың керегі жоқ. Тек өзіңіздің ішкі күйіңізді, эмоцияңызды бақылап, қабылдаңыз. Дәл қазір сізден ешкім еш нәрсені талап етпейді. Әзірге сіз осы жерде болған кезде ешкімге сізден еш нәрсе керек емес. Барлық мәселелерді сыртта қалдырыңыз. Медитация жасап жатқан жарты сағатта сіз уайымдайтындай еш нәрсе болмайды. Сондықтан барлық мазасыздықты тастаңыз. Қазір сіз қауіпсізсіз. Ең бірінші, тынысыңызды сезіп бастаңыз. Арнайы, терең демалып та керек емес. Жай ғана қалай бар, солай болыңыз. Жай ғана бақылаңыз. Өкпеңізді ауаның қалай толтырып, кейін қалай шығып жатқанын бақылаңыз. Баяу, пайыппен болып жатқан бұл процесті жай ғана бақылаңыз. Қазір сіздің ойыңызда әртүрлі ойлар пайда болуы мүмкін. Оны қадағалауға тырыспаңыз. Жай ғана бақылап, қалай бар, солай қабылдаңыз. Мүмкін бітпей қалған істеріңіз, туыстарыңыз туралы, болашаққа деген жоспарларыңыз келуі мүмкін. Бұл ойларды жай ғана қабылдап, өзіңіз үшін белгілеп қана өтіңіз. Әр қарай жалғастырып ойлап, осы ойларға батпаңыз. Сіз қазір осы сәттесіз және өзіңізді дәл осы сәтте сезіне аласыз. Денеңіздегі сезімдерге көңіл бөліңіз. Ештеңені өзгертуге тырыспаңыз. Жай ғана өзіңіз үшін белгілеп өтіңіз. Мүмкін денеңізде ауырсыну, мүмкін шаршау, мүмкін ұйқыңыз келеді. Бұл қалыпты жағдай.
өзіңіздің бар екеніңізді, тірі екеніңізді сезініңіз. Сіздің бақытты болуыңыз үшін бұл сезім жеткілікті. Дәл қазір сізге ештеңе істеудің қажеті жоқ. Сізге ештеңені елестетудің де керегі жоқ. Сіз қазір ешкім емессіз. Ешкімнің алдында ешқандай міндеттеріңіз жоқ. Тек жеңілдікті, оңайшылықты сезінесіз. Жай ғана өз санаңызды, денеңізді бақылайсыз. Бірақ бақылау сізден ешқандай күшті талап етпейді. Бұл оңай, әрі өздігінен болады. Бұл сезім жеңілдік сезімі. Бұл сезім тереңінен сіздің бойыңызға сіңіп, барлық денеңізді қамтып, өзіңізді өте жеңіл сезінесіз. Қазір сіз басқа жерде емес, осындасыз, осы уақытта. Дәл қазіргі сәттесіз. Сіз барсыз. Сіз тірі жансыз. Барлық назарыңызды баяу және табиғи болып жатқан теміңізге аударыңыз. Сіз жайлылықты, байыптылықты, тыныштықты, қарапайымдылықты сезінесіз. Барлығы өз орнында, барлық нәрсе жақсылықтарға болғанын сезініңіз. Енді осы сөздерді ішіңізден қайталаңыз. Менің өз бейнемде болғаным өте керемет. Жалпы бұл өмірге мен болып өмір сүру маған ұнайды. Мен осы өмірге өзім болып туғаным үшін қуаныш сезімін сезінемін. Менде маған керек заттардың бәрі бар. Мен өзімнің ерекше тәжірибемді алып, өмір сүру үшін осындамын.
Сіз әрбір адамға таңғажайып қасиеттердің берілгенін білесіз. Бұл басқа адамдарға деген жанашырлық сезімі. Жақындарыңыздың, таныстарыңыздың өзін жақсы сезінген кезінде де сезінесіз. Олармен бірге қуанасыз. Кейде олардың өзін нашар сезінгенін, көңіл күйінің болмағанын да сезінесіз. Ол кезде сіздің де көңіл күйіңіз түседі. Ондай кезде көмек бергіңіз келеді, қолдағыңыз келеді, көңіл күйін көтергіңіз келеді. Осылай жанашырлық танытып, өзіңіздің энергияңызды, өзіңіздің бір бөлігіңізді бересіз. Мүмкін сіз осылай өзіңізді, энергияңызды, күшіңізді, махаббатыңызды, жылулығыңызды басқаларға жиі бересіз. Бірақ сіз өте көп беріп жатқаныңызды сезесіз. Ал кері энергия, қайтарым, жылулық алмайсыз. Немесе өте аз мөлшерде аласыз. Мүмкін сіз бұл адамға одан да көбірек берсеңіз, ол адам дәл солай сізге қайтарып қалар деп күтесіз. Мүмкін сіз өзіңізді, энергияңызды жұмысыңызға көп бересіз. Немесе өзіңіздің кәсібіңізге. Мүмкін отбасыңыз үшін көп нәрседен бас тартып жүрсіз. Балаларыңыз үшін. Немесе балаларыңыз үшін. Және ешқашан орнына еш нәрсе сұрамайсыз. Негізі сіз бұның іштей өзіңізді жеп, ішкі балансыңызды бұзып жатқанын білесіз. Басқаларға өзіңізді, энергияңызды көп беріп, қайтарымына ештеңе ала алмаған кезде, мүмкін сіз шаршау, стресс, реніш сезімін сезінуіңіз мүмкін. Сондықтан сізге соншалықты өзіңіздің мүмкіндіктеріңізден артық беруді тоқтату керек. Мүмкін сіз басқалардың қолдауын, мақұлдауын іздеуді қоярсыз. Басқаларға ұнауға тырыспаңыз. Өзіңіздің жақсылықтарыңызбен біреуге ұнауға, оның қолдауын, мақұлдауын алуға тырысуды қойыңыз.
Сіз жеткілікті түрде жақсы адамсыз. Және барлық жақсылыққа лайықтысыз. Оны ешкімге дәлелдеудің қажеті жоқ. Сондықтан, сіз келесіде жақсылық жасағанда, энергия бергенде, тек шын көңілмен беріңіз. Қайтып, қайтарымын күтпеңіз. Сіз махаббаттың аздығынан, қажеттіліктен, үмітсіздіктен осылай берсеңіз, тек соны көбейтесіз, қайтарымына соны аласыз. Әрбір істі, әрекетті қандай ниетпенен, қандай сезімменен жасасаңыз, сол сезімді күшейтетін іс-әрекеттер, оқиғалар өміріңізде көбейеді. Сіз шын жүректен, жақсы ниетпен жасаған кезде, сізді қайтарымына не аламын деген ой мазаламайды. Сол себепті бәрі оңай, бәрі жеңіл болады. Өйткені бұл өмір заңдылығы, энергетика заңы. Нені, қандай сезіммен бересіз, сол сезімді 2 есе етіп қайтарып аласыз. Ал сізге керек нәрселер мүлдем сіз ойламаған жақтан келуі мүмкін. Енді өзіңіздің қандай да бір қалауыңызды ойлаңыз. Шын мәнінде нені қалайсыз? Көптен бері қалап жүрген, бірақ орындалмай жүрген бір қалауыңызды ойлаңыз. Осы қалауыңызды сезініңіз. Мүмкін жақсы қарым-қатынас, немесе материалдық құндылығы бар зат болуы мүмкін. Мүмкін кішігірім нәрсе. Немесе бір іс-әрекетті жасауға деген мүмкіндік. Немесе үлкен бір арманыңыз, мақсатыңыз болуы мүмкін. Қалауыңызды ішіңізден сезініңіз. Соның ішіне кіріп, өзіңіздің керемет эмоцияларыңызды сезініңіз. Жүрек қалауыңызды сезініңіз. Ойыңыздағы ешбір кедергіге қарамаңыз.
Өмірдің өзі осы нәрсенің болғанын қалайды. Жүрегіңіздің түбінен осыны іздеңіз. Өмірдің өзі даму, жаңа нәрсеге талпыну, кедергілерді жеңу, мінсіздікке талпыну. Сондықтан өмірдің өзі өзіңізді мықты, сенімді, бақытты адам ретінде сезінуіңізді қалайды. Сіз осы қалауыңызды саналы түрде түсінген кезде, осы қалауыңыз сіздің өміріңізге келуге дайын болғаны. Сіз бұған лайықтысыз. Әлі күнге дейін сіздің осы қалауыңыздың сізде болмаған бір ғана себебі бар. Бұл сіздің өзіңізге мүмкіндік және рұқсат бермеуіңіз. Бірақ бүгіннен бастап бұл өзгереді. Сіз жүрегіңізді, тәніңізді толықтай молшылыққа, махаббатқа ашасыз. Өзіңізге рұқсат бересіз. Сіз қалағаныңызды аласыз. Тіпті одан да көп аласыз. Осының бәрін алу үшін сіз толық ашықсыз. Ешқандай кедергі жоқ. Ешқандай кедергі жоқ. Қалай молшылық энергиясының бойыңызды толық қамтып жатқанын сезініңіз, елестетіңіз. Жылулықпен махаббатты сезініңіз. Сіздің денеңіз молшылыққа, махаббатқа толы және басқаларға да бере аласыз. Сіз әрқашан не бересіз, соны өзіңізге тартасыз. Басқаларға махаббатпен еркіндік бересіз, оңай бересіз. Енді осы уақытқа дейін белгілі бір себептермен сіздің қалауларыңыз орындалмай жүрген болса, кедергілер болған болса, сіз оны біле аласыз. Дәл қазір ол кедергіні жеңе аласыз. Белгілі бір есіктің алдында тұрмын деп елестетіңіз. Бұл есік кедергі.
Ол сізді қалауыңыздан бөліп тұрған бірден бір кедергі. Енді бұл кедергіні қалай жеңіп жатқаныңызды елестетіңіз. Кедергінің артында сіздің қалауыңыз. Шындығында бәрі оңай. Есікті аштыңыз, кірдіңіз. Кедергі жоқ. Негізі өмір мүмкіндіктерді, сенің қалауларыңды сенен жасырмайды. Тек соған есікті ашып бару сенің таңдауың. Барлық кедергі тек қана сенің санаңда. Қорқыныш, үрей, күдік, уайым, олардың бәрі сені қалауыңнан итереді. Ал сенім, өзіңізге деген сенім, өмірге деген сенім, жақсылықты тартады. Сондықтан қазірден бастап сіздің қалауыңыз дәл қазір сіздің қасыңызда. Мүмкіндіктердің бәрі сіздің қасыңызда екенін сезініңіз. Және есіңізде жақсылап сақтаңыз. Осыны білген кезде өміріңіздегі әр түрлі мағынасыз оқиғаларға мән бермейсіз. Өйткені сіз не қалайсыз, сол картинаны тұнық көріп тұрсыз. Және соған лайықты адам екеніңізді білесіз. Біздің әлем молшылыққа толы. Ақша молшылығы, махаббат молшылығы, денсаулық молшылығы, бақыт молшылығы. Енді қалауыңызды қайтадан сезініп шығыңыз. Қалауыңыздың әрқашан қасыңызда екенін сезініңіз. Және кез келген қалауыңызды орындау, өмірдің кез келген молшылығын алу өте оңай екенін сезініңіз. Бұл энергетика, бұл сезім, ойыңызды, денеңізді түгел қамтып жатыр.
Сіздің қалауларыңыз дәл осы сәтте орындалған. Осымен біздің медитациямыз соңына жетті. Медитациядан шыққаннан кейін осы позитивті сезімді сақтауға тырысыңыз. Медитациядан шығуға дайын болған кезіңізде асықпай шықсаңыз болады.